Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен бүгін Қазақстан тарихы пәнінен факультатив сабақта қарқын квиз ойынын өткізгелі отырмын. Қазір 9-шы А сыныбының оқушылары сайысқа қатысады. Сәт сапар тілеймін, оларға жеңіс тілеймін. 9-шы А сыныбынан 3 команда келіп отыр. Енді квиз ойынын білесіздер ғой. Біздің ойынымыз 3 этаптан тұрады. Бірінші кезекте енді бұрын қатысып жүрсіңіз, біліп жүрсіңіз, ереже бойынша қосымша материалдарды қолдануға болмайды. Сұрақ тест форматында өтеді. Әр жауапқа бір ұпайдан беріледі. Ойлануға әр сұраққа 1 минут уақыт беріледі. Мысалы, сырымыз артылықтың Алтайхан болса, Әнәш, Деймін, Балқадиша, көзімнің қарасы, Атамекен әні. Балқадиша, ғарышташын қалды. Алаш партиясы құрылған қала. Алаш партиясы құрылған қала Орынбор, Түркістан, Алматы, Семей. 1911-1906 обалардың ерекшелігі. Адам мен жылқыны қатар жерлеген, қыш ыдыстар қойылмаған, биік тауларға орналасқан. Жаңаөзен қай жылы қала статусын алды? Қала статусын алды. Ішінде ең бірінші конституция қабылдаған мемлекет қайсы? Ұлыбритания, ақш, Германия, Франция. Конституция қабылдаған мемлекет қайсы? Ұлыбритания, ақш, Германия, Франция. Қазақ даласындағы ең алғашқы мемлекет. Қазақ хандығы алдымызда орналасқан. Қай жылы қабылданды? Қолданыстағы Қазақстан Республикасының гимні. Қайталауға қарап алыңыз. 1784 жыл көктемде қазақтардың тұтқындығынан сырымдауын босатқан хан кеңесі Абылайхан Оралхан Елизавета Петровна. Келесі алғаш рет ғарышқа шырқалған қазақ әні. Деймін, Балқадиша, көзімнің қарасы, Атамекен. Келесі Алаш партиясы құрылған қала. Орынбор, Түркістан, Алматы. Сонымен тағы бір затты ала кетеді. Ол не? Адайдың жеті қайғысы 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бас кезінде Маңғыстау түбегінде өмір сүрген халық өнерпаздары, халық ерлері. Олар Өскенбай, Тұрсын, Досат, Жолгелді, Тастемір және Шолтаман. Адамдар неге мұны арнайы жасаған? Сарайлардың бесіктері төмен болады екен. Целиноград. Ол төр қаланы жалпы не біріктіреді дейді. Құрама немесе ойыншы жеңіс малын кімнің үйіне тастап кететін болған. Келесі орта ғасырларда кейбір сарайларда естістер өте төмен болған. Адамдар неге мұны арнайы жасаған? Келесі адамды жеңген емес, жеңген адам. Жауаптар.
айтқымсың келді. бір жақ ғарышқа шыққан, қалған Мен балаға айттым. бала сүйе алмай жүрген адам адайдың 7 қайғысы дейді, немесе Маңғыстау. Жауап, қонақтар есікке кіргенде басын июге мәжбүр болып, бұл меніңізге құрмет. Есіктен басын балалар шешім туралы өттік. Ойлануға бір минут уақыт. Географиялық карта берілген. Сұрақ картаның ортасында қара түспен не бейнеленген? Шоқан Уәлиханов қазақтың ұлттық кеңсесінде бейнеленген. Сол қай ақшақта? Ал кеттік. Ежелгі Отырар қаласына жақын жерде орналасқан бұл зәулім ғимарат бүгінгі келбетімен таң қалдырады. Ол 12-ші ғасырда салынған. Бүгінде кесене белгілі әлем мұсылмандары тәуіп ететін қасиетті орын болып саналды. Ол қай кесене? Архитектуралық ескерткіштері. Бұл америкалық Роберт Корнелиус. Тарихта есімі немен қалған? Олып жетті. Кітабы 1912 жылға көбірек қайталанып басылған еңбектердің бірі. Атап айтқанда қазір берейін қолды жеткен еңбектерде сөзі оқу туралы ілгеріді кейінгі 35 рет басылып көрген. Бұл еңбектіңдікі дейді. Қырықтан аса әсерлі сазды әндері сақталған дейді. Назарларыңызға орта ғасырлық сұрақ картаның ортасында қара түспен не тұр? Қайталау. Қазақфильмнің атасын атаңыз. Шоқан Уәлиханов бейнесі ұлттық валютамыздың қай банкнотында бейнеленген? Қасына жақын жерде салынған ғимарат. Қай кесене? Бұл америкалық Роберт Корнелиус тарихта есімі немен қалды? Бұл оқу құралы атты кітабы 12-ші жылы 1929 жылға дейін көбірек қайталанып басылған еңбектердің бірі. Атап айтқанда қазірге дейінгі қолымыз жеткен деректерге сүйенсек, оқу құралы ілгерінді кейінгі 15 рет басылып көрген. Бұл еңбек кімдікі? Шаралар қазақ халқының классикалық өнерінің алтын қорын құрап, өшпес мұраға айналып отыр. Шамамен 40-тан аса әсерлі сазды әндері сақталған. Бұл Айнираның атасы. Айнираның атасы. Қарақшаларымыз үстіне. Көп жазбады, қасет көп жазбады. Жауаптар. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі квиз сайысына қатысып отырған командалар және бүгінгі сайысты тамашалауға келген көрермендер, осыменен квиз сайысы аяқталды. Мынау берген жауаптарыңыз бойынша ұпай сандарыңызды айтып өтейік. КСРО тобы 9 ұпай, командирлер тобы 6 ұпай және Алаш партиясы тобы 3 ұпаймен КСРО тобы жеңіске жетті.